Қымбатты достар, сіздер үшін тамаша жаңалығым бар. Біз Қазақстандағы инвесторлар үшін алғашқы әлеуметтік желіні іске қостық. Радар бұл Жусан қосымшасындағы инвестициялар бөлімінде орналасқан инвесторларға арналған әлеуметтік желі. Мұнда сіз трейдинг мамандарын қарап, пікірлер қалдырып, жазбалар жариялап, сұрақтар қоя аласыз. Сондай-ақ әлеуметтік желі тәжірибе алмасып, маңызды инвестициялық шешімдерді қабылдауға көмектеседі. Радардың басты артықшылығы бұл ақпаратпен бөлісуге және талқылаулар кезінде бағалы қағаздарды сатып алуға, сондай-ақ таңдалған компанияға қатысты барлық жазбаларды көруге мүмкіндік береді. Сонымен қатар ол онлайн инвестициялаудың жақсартылған және заманауи инфрақұрылыммен қамтылған. Бұған қоса, әлеуметтік желінің көмегімен инвесторлар арасында танымалдылығыңыз арта түсіп, портфеліңізді көрсетіп, идеяларыңызды тастай аласыз. Бұдан бөлек кеңестер беріп, өзгелерден де кеңестер ала аласыз. Осылайша сіз қазақстандық инвесторлардан эксклюзив ақпарат алып отырасыз. Өзіңіз ойлап көріңізші, қаржы порталдарындағы барлық ақпаратты бақылап отыру қиын, ал бізде барлығы оңай. Қосымшамыз арқылы радар бөліміне кіріп, Илон Маск қандай жазба жариялағаны немесе қазір не сатып алу керегі туралы мәліметтерді көре аласыз. Сонымен қатар өздеріңіз инвестициялық стратегияңызды шынымен сенетін инвесторлардың стратегиясына сүйене отырып түзете аласыз. Радар әсіресе инвестициялауды жаңадан бастаушылар үшін қажет. Біздің әлеуметтік желіміздің көмегімен сіз бірден инвестициялар әлеміне енесіз. Неліктен радар Қазақстандағы инвестициялық қоғам үшін маңызды жоба болып отыр? Әлемде радарға ұқсас ондаған әлеуметтік желі бар. Алайда бірден бағалы қағаз сатып алуға болатын әлеуметтік желілер жоқтың қасы. Мұндай әлеуметтік желі Қазақстандағы бөлшек инвесторлар үшін жаңа деңгей. Бұл бәрімізге ұйымшыл болуға, тәжірибемен және әртүрлі ақпаратпен бөлісуге, байланыста болуға және қазіргі таңда не өзекті екенін түсінуге көмектеседі. Осы жылдың басында Wall Street Bets қауымдастығындағы трейдерлер бірнеше компаниялардың мемге айналған акцияларының бағаларын жасанды түрде асырып жіберген болатын. Оған мысал ретінде AMC кинотеатрлар желісі және GameStop видео ойындарын сататын компанияны келтіруге болады. Олар сабреддит мүшелерінің әрекеттерінің арқасында жүздеген пайызға қымбаттаған еді. Бұл жағдайда бірі банкротқа ұшыраса, бірі көп табыс тапқан болатын. Әрине, Қазақстанда дәл мұндай жағдай бұл мүмкін емес. Бірақ әлемдік тәжірибе инвесторлардың әлеуметтік желілері нарық үшін маңызды және мықты ақпарат көзі болып отырғанын дәлелдейді. Айтып отырған әлеуметтік желімізге тіркелу үшін сізде Жусан Инвестте брокерлік шот болу қажет. Әлеуметтік желіде өзіңіздің аккаунттарыңызды ашып, жазбалар жариялап, пікірлер қалдырып, өзіңізге қызық деген аккаунттарға жазыла аласыз. Сондай-ақ енді біз видеоларымызда апта сайын радардағы қызық аккаунттар мен жазбаларды көрсетіп отырамыз. Пікірлерде осы әлеуметтік желі туралы не ойлайтындарыңызды жазып кетіңіз. Радарға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ерасыл Миразбек, бұл Жусан инвестициялары. Көріскенше.